Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге амбебап тестаның рецептісін ұсынамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тестамен сіздер бауырсақ, пицца, нан және басқа заттар жасауыңызға әбден болады. Ол үшін бізге бар болған су, 100 грамм су саламыз. тұз, дрож және қант қажет болады. Үшеуін араластырамыз. Шекер саламыз. Араластырып болған соң бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қоямыз. Біздің қоспамыз 15 минут тұрды. Енді оның үстіне сұйық май құйып, Май саламыз. енді ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы қажет, қатты болып қалмасын. Жұмсақ болғанда осылай қолға жабыспай тұрса болды. Енді бетін жауып 40 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне біздің қамырымыз осылай көтеріледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді болады. Және лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.